Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн силер менен кайрадан эфирде жолугуп жатабыз. Жана биздин кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурдагы көрсөтүүлөрдө Сагынбай Орозбаковдун вариант негизинде 5 томдуу роман жазганымды айткан элем, кара сөз түрүндө. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, 5 тең ушу менин алдымда жатат. Мен бул китептерди Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөзүп туруп, буну кыргыз адабияты программасына киргизгенмин. Ал азыр мектептерде жана окуу жайларында Манас эпосун үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондон кийин мен өзүмдүн бул романымды орус тилине дагы которуп, анда дагы чыгарганга даярдап жатам. Мындан тышкары атайын epos-manas.com деген сайтты ачып, ал жерге орусча китебимде кыргызчасын дагы 12 манастын сатыкка койгонмун. Ал эми мына кимде-ким кагаз түрүндөгү Манас алгысы келсе, китеп дүкөндөрүнө же мага өзүмө кайрылса болот алуу үчүн. Эми болсо мен силерге өзүмдүн романымды окууну улантып берейин. Өткөн жолу биз Манас баатыр менен кыз Сайкалдын экөөнүн сайышы жөнүндөгү эпизодко келип токтогон элек. Бакай жарадар болгон Манасты майдандан четке чыгарып, найзанын түпөгүн шүпөрүп, жылдырып сууруп алганда жарадан шорголуп аябай кан кетти. Өтө жаман жара экен, дейишти башын чайкады Бакай. Анын айыгуусу бир топко созула тургандай. Кызды жеңе албаганына ичи күйүп турган Манастын аябай чуусу келди. Ал чөнтөгүнөн дайыма жанында алып жүргөн Оржемил деген дарысын алып чыгып, баарын жутуп алганда токтобой агып жаткан кан тып басылды. Көз айнекте ачылган балбан каарданган бойдон Аксардын артын кыратып, артынан чаңды буратып, кайрадан майданга барды. Аны көргөн Сайкал зубундап ыран чакырып, майданга чыгып, найзасын белендеп, Манасты утурлап чаап жөнөдү. Жоо аяган жаралуу, аялы каралуу деген ушул Турбаевы аябай ичинен кейиди баатыр. Кыздын сулуулугуна суктанып, аны оор жарадар кылбай, катындык алайын деп сундурган найзамды бош салбадымбы? Бул болсо мени өлтүрүүгө чын дили менен чамынып жүрөт. Чала мага. Башынан кызга каршы бар күчү менен сайышпаганын өкүнгөн Манас оң көзүнөн от чыгып, сол көзүнөн чок чыгып, жаалы чыгып сөзүнөн, жалыны чыгып көзүнөн Сайкалды найза менен төшкө сайды. Каттуу соккудан тоодой болгон сары аттын соорусуна кетип, төшүнө найза кагылып, кыздын көзүнөн от чагылып, эсинен жаңылды. Бирок канткор аны бир сайганда жыга албады. Себеби Аксардын аты чабалдык кылып, бакбаягы майышып, кабыргасы кайышып, оңоло албай отургантей чөчөйүп калды. Мындан пайдаланып, Сайкал Манасты найза менен акыреки сайды. Баатыр аттан кулабастан бек отурган боюнча ээрден былк эткен жок. Эси чыккан кыз сары буурулдун башын буруп качканда Манас артынан кууп жөнөдү. Сайкал ага жеткирбей, калың элдин ичине кирип кетти. Ошондо канкор калмактарга ачуулуу бакырды. Кызыңарды сайышка чыгаргыла. Колунан келсе мени жыксын, коркпосо Сайкал чыксын. Калмактар кызды таап, кайрадан майданга чыгууну суранышты. Эсинен таанып элдирип, акылдан таанып алдырап турган көсөм сулуу сайышка кайра чыгуудан караманча баш тартты. Манаска каршы чыкпаймын, чыңырды жүрөгү түшүп калган кыз. Ал чындап эле балбан, баатыр экен. Эгерде азыр кайрадан чыга турган болсом, соо калбаймын. Анын Манастан катуу коркуп калганын түшүнгөн казак менен калмактардын айласы кетти.
bir taraftan Saykal sayışpаймын деп жатса, екінші тараптан Манас шығарғылы қызыңарды шығарғыла деп өкіліп жатса, не қылса болады? Манастың қары қатты екенін білген халық Тейішқан, Айдарханды қырғыздардың көйіш менен мұнарына жіберішті. Қырғыз туғандар, деді аларға Айдархан, байгеге сайылған 90 жылқы 9 түйені сілер алғыла. Батырыңыз күрештен баш тартқандықтан сайышты тоқтатолу. Көйіш менен мұнар мақұл болушы, Тейіш атайлап тегіп берген чоң шатырдағы Манасқа барышты. Батыр қайрылдаға сыңар тезеле отырған Мұнархан, біз байгені алатырған болдық, ем сайышты тоқтатолу. Базар көрген байқұшсың сен, ирейіндей башын чайқады. Көк кілемнің үстінде қызыл төсекте отырған Манас. Маған мұндай сөздерді айтпағын. Егер ошондой тумаяқ болсаң, менден 90 жыл емес, 900 жыл қалшы бай болдым. Бирок майдандан қайт демей, қалмақтарға қайда бардылар. Қатынды сығып сайып жыға албай, мен қант елге барайын. Сайқалмаға бат шықсын, же жығылсын, же жықсын мені. Келгендер жанына Бақай, Төлгөчү, Қара Төлөкті қошу алып, Айдархан менен Тейішқанға жөнөштү. Манастың жооғын ұққандан кейін бары қайрадан Сайқалға барышты. Атынан түшіп алған қыз ақсақалдарының өтінішін түнтіп қойып күтті. Башымды кессеңер да, ем сайышқа шықпаймын. Кесе жооп берді Сайқал. Неге? Жалуыры Қарадаға Тейішқан. Неден қорқып жатасың, қызым? Сен анымен тең-тең сайышпадың ғой. Дағы біраз әрекет қылсаң, аны ойлы жеңіп аласың. Жоқ, башын чайқады Сайқал. Мен да дегенде ушант ойлаған едім. Манас сайыш башталғанда, мені найзаменен бош сайғанда, аны алы жоқ, печель неме екен деп ойладым. Бирок жаратын тазалап, қанын тоқтатып, қайрадан майданға шығып, маған найза сайғанда чоң жаңылғанымды түшіндім. Ал менің үшінчалық қатты сайды дейсің, темел өпке боғырып жүре түшкенде болды. Дағы жақшы найза чарайнадан өте албай тоқтап қалыптыр. Ол болса ушол жерде тіл тартпастан мүлт кететелем. Милақтады қыз. Манас мені қандайдыр бір себеппенен алғашқы жол аяп, ақырын найза сайғанына ошонда оқ өтерін андым. Эмне қылсаңар ошо қылғыла. Манасқа қарсы майданға шықпаймын. Мен жанымда тойған жоқмын, деп Сайқал қыз тетіріліп кетті. Айласы құрған арашылар қайрадан Манасқа барышты. Аларға қосылған бай Қарача балбанға қайрылды. Манас балам, сайышуға Сайқал қыз шықпай тұрған болды. Біз қалмақ қазақтар сілерге Қырғызстарға жығылдық. Сен ақыры намысты алдың. Жоқ, оғы өтір атшыманды Манас. Бұл жерден же жығылып, же жықпай, еш жерге кетпеймін. Шығарғыла сайышқа Сайқалды. Андай болса айла жоқ, оғыр шүкірді Қарача. Сайқалға барып, аны майданға шығарған әрекеттерін көрелі. Ақсақалдар ымдын өче қайрадан қалмақтардың тоғына жөнешті. Бары Сайқалдың шешімінен қайтпай тұрған. Ошондықтан Оралдан шығу үшін қандай бір башқа жол табу керек екендігін düşünüştü. Ошондо шылқиып тұрған шеріктеріне Қарача мындай деді. Туғандар, барыңар ғайып болса, бір сунушты айтайын. Айтыңыз, ақсақал, үмітті Қарадаға Айдархан. Азыр Сайқал майданға қайра шықпайды. Манастың ачусы да басылбайды. Мұныңыз тура, ақсақал, мақұл болды Айдархан. Сіздің сунушыңыз қандай? Biz Сайқалдың орнына Манасқа анын атын тартуулайлы. Манас ошого көнөт дейсизби? Ишенбей сурат Карачадан Айдархан. Башка айла жок, туугандар, ийинин кушулук Карача. Манасты ушул сунушка көндүрүп, аны сабырлуу болууга чакыралы. Баарын чыкпастан ойлонуп калышты. Мындан башка чарабыз калбады. Туугандар, жымжыктуу Айдархан.
Manaska barıp, anı көндүргөнгө аракеттенип көрөлү. Балким ал буга макул болот. Арачылар калмактардын тобуна барып, өз оюн айтышканда, Сайкал үн чыкпасан сары буурулду аларга кармата берди. Атты алып, аксакалдар Манаска барышты. Келдиңерби? Сурадылар Дүнт Баатыр. Кызыңар майданга чыга турган болдубу? Жок, Баатыр. Ал кайрадан баш тартты. Жооп берди Карачы. Анда мага эмне келдиңер? Биз сага Сайкалдын атын тартууга алып келдик. Мага анын аты эмес, өзү керек. Суук жооп берди Канкор. Убара болбостон арттыңарга кайтып, аны майданга алып келгиле. Манастын каардуу түрүнөн чочуп, баары корккондон чыкпай калышты. Ошондо Айдаркан тайманбастан Канкорго тик карады. Өзүңдү бас, Манас, жекелешип алып. Сабырдуу болгун. Бир кызга теңелен деп, эми гана элдешкен элдердин өрткөн бузбагын. Аксакал туура айтат, Коштоодо Айдаркандын сөзү дейишкан. Катынга теңелген чынык азаматтын иши эмес. Аксакалдардын сөздөрүнөн кийин Манас оңтойсузданып, ачууга алдырып, аша чаап кеткендигин түшүндү. Сиз эмне дейсиз, аба? Бир аз кончукпай калган Баатыр Бакайга суроолуу тиктеди. Эмне дейт элем, инем? Оор шүкүрлүү Бакай. Бир чети мынчалык ачууланып жатканыңдын жөнү бар. Башында аяган Сайкал ал жерден сени өлтүрүп коеюн деди. Эгерде чубак арага түшпөгөндө сен тирүү калат белең же жокпу? Муну Кудайдан башка эч ким билбейт. Мунубуз туура дегендей Манас башын ийкеп койду. Экинчи тараптан караганда аксакалдардын айтканы да туура. Сөзүн улантты Бакай. Сайкал бир туугандарыбыз казактар менен биз элдешкен калмактардын атынан сайышка чыкты. Эгерде аны майданга чыксын деп өжөлөнө берсем, мунун аягы чоң чыр чатак менен бүтүшү мүмкүн. Бизди ушунчалык кубаттуу душмандар курчап турганда өз ара ит мышык болуп тытышып талашканыбыздан не пайда? Муну менен өзүбүздү алсыратып, душмандарыбыздын чырагына май тамызган болобуз. Ошондуктан менин көптүк кылбай тартууга келген атты алып, көңдү баскын деп сөзүн бүтүрдү Бакай. Абасынын сөзүн бөлбөй, аягына чейин сабырдуулук уккан Баатыр бир сагаан чыкпай ойлонуп отурду. Ал кандай чечимге келет экен деп аксакалдардын чыймыйы чыкты. Мен сунушуңарга макулмун, түн жооп берди акырында Манас. Элдин ынтымагын бузбоо үчүн оюмдан кайтып айтканыңарга көндүм, тартууңарды көрдүм. Бирок аны албай калмактардын карыясы Карача байга бердим. Рахмат, Баатыр, ыраазы болду Карача. Берген колуң соолу бассын, мартабаң дайым аша берсин деп ал чын көңүлдөн Манасты алкады. Чоң көйгөйдүн уруш жаңжалсыз чечилгенине кубанган аксакалдар топторуна кайтышып, болгон окуяны айтып беришкенде баары сүйүнүштү. Өзгөчө Сайкал бул балээден кутулганына аябай кубанды. Манастан катуу коркуп калган кыз анын көзүнө ошол бойдон көрүнбөй койду. Манас болсо, нак ушул кызды алсам деп Сайкалды эстен чыгарбай жүрдү. Той болсо эртеси күнү уланып, эң иш болду. Ага 200 балбан катышып, элге эрмек салышты. Ал бүтүшү менен кечки салкын бешинде чабышка түшкөн аттар келе баштады. Ак ыястын чатынан аттын чагын көргөндө көпчүлүк ат көпчүлүк кайсы ат биринчи келесидан көрүү үчүн жолдун четинде опурап турушту. Бир аздан кийин аттардын алдында маралдай чуркап бөлүнүп, аркардай шаңы көрүнүп, тар колтуктан суу чыгып, каноодон кара буу чыгып, ак кула өттү дыркырап, туягы тиген таштары туш-туштуна затталды. Анын артынан Айдаркандын кара суроо, мунардын көктелкиси, Ошбурдун ор кызылы, Саламатты Сараласы чаап,
Қалған аттар қиыл артта қалыптыр. Мағараға бірінші болып Аққуға жетіп келгенде қырғыздар қуанғандан айлананы зычуға толтырышты. Мелдешті шарты бойынша алдыңғы келген 40 атқа бәйгені Қарача башқарып өліп берді. Манасқа бірінші орын үшін 400 жылқы, 300 ұй, 100 түйе ұйғарылды. Батыр Қайрылдаға ақсақалы Сылай Қараша қызматшыларын айтып, бәйгені башқа малдан бөліп ал. Жоқ, күлімсіреді Манас. Мен бәйгемді албаймын. Неге? Түсінбеді Қарача. Аны шу жерде тұрған қалайық жұртқа билек қылып беремін. Үшінші малды билекке бересің бе? Қуан құлағын шембер Қараша. Мұндай елуге чоң байлықты өзің алған емес пе, балам? Мен үшін ең чоң байлық елімдің бейпілдігі, ынтымағы, жауап берді Манас. Ошондуктан бәйгенің шу жерде тұрған 4 ру жұртқа бөлгілі. Жаша Манас, қуанғанның өкілі тұрған ел. Берешендігің үшін Алла Таала сені қолдап, мақтабаңды ұлы қылсын. Қарача баштаған ақсақалдар баш бәйгені қазақ, қырғыз, қалмақ, сарттарға теңдеп бөліп берішкенде жоғылған ел Қабылан Манастың мақтығына разы болып топтарына қайтышты. Ойын күлкі болсам да нарыланып, 6-шы күн дегенде ғана той бітті. Манас тегіштің елінен ең мықты мерген балбандардан 100 000 әскер таңдап алып, қолына қошып, ат башы керк өкілдік өзі бет алды. Қолды өзі баштап, қар қыранның ойына, қара суның бойына қайнап түшіп, қоныш қылып аралды, атып бұғы маралды, тамсан тоғы таянып, жатып қалды, жай алды. 12-ші бап Манастың Орго ханменен болған соғышы. Манастың қолы аралды өргіп жатқанда аны тұрлай Орго ханның 300 000 қолы келе жатқан. Аға Текес ханның қырғыздардан жеңілгенін аяр құлтаң жеткен. Манасты тоғыт қойып, аны өзі жеңем деп башқа хандарға хабар бербей қойғандықтан Текестің қолы талқаланып, өзі ажал тапты. Қандың өлген өз көзімен көрген орта бойлы, чапчақ, сары жүзді құлтаң, Мұлшақай төтені ашып, 3-ші күн дегенде Мағұрып шарына, Орғанның ортасына келіп барды. Аяғды жылу қабыл алған Орғанның үрейін құлтаң аябай ұшырды. Алтайдан Манас деген қырғыз батыр шықты, деді ал Орғаға. Текес менен Құяшты өлтіріп, жер суда қалмақты қырғыз қазақ бөлді. Емес аққан селдей болған қолменен келе жатады. Жараңды қамдап алсаң, балбаныңды таптап алсаң, анда шорыңның қайнағаны. Сені Манасты типыл қылып, ел жерің толы бойдан чағып алады. Егер қалып айтқан болсын, мен аябай боқтауғын, иттегін. Суыққа бардан еш шыққан соң, орта бойлы кеңдалы қара торы Орған 6 өргөсін шақырып, ар тарапқа қабарменен чаптырды. Екі баштағы Орқан қалдайға барғыла, бұйрық берді Орға. Ал бүт ерлерін жиып, тоқтаусы 2 күнден қалбай маға келсін. Андан ары Саяң жайлы судағы Құлытқа қалдайға, Қоркөлдегі Соғырын қалдайға, Құлыш Жаңжұңға, Алтан Құлтан Додайларға, Кемен қанға, Аққұмбешін Пашаға, Илебінге, Қашқал Дудуға үшінде қабар салып, Қашкелден қайрат тарттыңар. Чабармандар күлік аттарын мініп жауап кетішті. Ертесі күн шақырылғандардың бірінші болып Қарача чап-чап, көздері тостып, Құлыс Орқоға жетіп келді. Мен неге шақырдың, ханым? Тыншсыздана сұрады Құлыс. Орқо ханаға Құлтан сөздерді айтып берді. Көктуыл қашан, бадан açan Құлыс шашқалақтап, ақылы кетіп, алдырап қалды. Дал үшін мезгілде жашы 32-дегі Айбалта башына тиіп, қашына қаны құйылған
Түнөгөр деген қалмақтың батыры Орго хандың алдына келді. Саған не oldu батырым? Чөчүлашыргандан ким сени жаралар кылды? Ханым, biz несепсиз мал жырткыбыз дубруктар чаап алды. Бул чакай төтө белинде соорунбай жылкыларын издеп жүрсөм, мен Кыргызстан каргоосу жаралар кылды. Эгерде аларга каршы камдан болсок, биз түгөлүктү буркап, кулус кандыбызды кучактап, агып жашыл кучактап, жаш баладай ыйлады түнөгө. Кыргыздардын мындай кордуна жаны кашырган кулус Орго хандын Лутсун аскерин алып, көк болот кылыч байланып, аралды көзү бет алды. Ошондо Орго хан 7 элдеттин жер кайып менен Соорунбайга кабарга жиберди. Кабар тийгенге 5 күн болсо да, мээнет баскан Байсоордун менменчини мага келбей койду. Нааразы болду Орго. Нааразы болду Орго. Анын каркырадагы жылкысын кыргыздар чаап алып, жылкысы түнөгөр качкан бойдон мага келди. Ошондон Соорун жылкысыбай бүгүнкү түндө калбай келсин. Анын алашарга алышпалы күрөшүп күчү жетпейт. Эртеси күнү Орго чакырган кандар келгенде аскерлердин жалпысынан 300 миңге жеткени белгилүү болду. Аларды көргөндө Култан башын өкүнүчтүү жаккап Оргого кайрылды. Ханым, деди ал мага, аскериң аз экен, себеби кыргыздар 400 миң колу бар. Согушта жеңиш сан менен эмес, сапат менен жетишти Орго. Балким ошондойдур, макул болуп Култан. Атышсаң жолуң болсун ханым, бирок мага жооп бергин. Бул жерден кетип Акынбешим Пашага жетейин. Жүрөгүм кыргыздардан аябай түшүп калыптыр. Сылдыңдай Орго хан. Макул, барсаң барың Акынбешимге. Ага кат жазайын. Сен аны канга өрүп кой. Макул деп Оргонун катын алып күлүк атты менен Култан жолго чыкты. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңар.